Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге дәмі ауызда ерейтін восточный пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, әрі өте жұмсақ, әрі өте қарапайым рецептпен бөлісетін боламын. Міндетті жасап көріңіздер, 100% ғашық боласыз. Бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ пирог. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен ұнымызды осындай ыдысқа салып дайындап аламыз. Және 100 грамм болатын 72 немесе 82% маргаринімізді дайындап қоямыз. Басқа бір ыдысқа 2 жұмыртқаның сарысын салып дайындап аламыз. Бізге ақ уызы қажет емес. Осы сары уыздың үстіне қантымызды қосып, вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егер де сары уызыңыз өте майда болса, 3 сары уыз қосуыңыз қажет. Осылай жақсылап тездетіп араластырып аламыз. Кішкене біздің қантымыз еруі қажет. Осылай ағарып бастағанда үстіне бөлме температурасындағы 20 грамм болатын суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дәл осы қоспамен біз қазір қамыр илейтін боламыз. Толықтай осылай жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Ендігі кезекте ұнымызға 1 шай қасық болатындай қопсытқышымызды салып, жақсылап сол қопсытқышпен ұнды жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына толық құрамын жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ұнымыздың үстіне жаңағы сары майымызды немесе маргаринімізді салып, 2 қолдың көмегімен жақсылап ұнмен біріктіретін боламыз. Яғни орысша айтқанда крошка жасайтын боламыз. Егер де маргариніңіз өте қатты, морозильниктен шыққан болса, теркадан өткізсеңіздер де болады, яғни үккіштен өткізсеңіздер де болады. Маған ыңғайлысы осылай қолдың көмегімен, осылай үгіткен өте ыңғайлы. 2 қолыңыздың көмегімен алақанның ортасына салып, осылай видеодағыдай ысқыласаңыз, өте әдемі крошка пайда болады. Ортасына осылай ашып қоямыз. Және де жаңағы дайындаған қоспамызды осылай венчиктің көмегімен тағы да бір рет жақсылап араластырып, осы қоспаның ортасына құятын боламыз. Барлығын жақсылап осылай құйып шығатын боламыз. Және де қолымыздың көмегімен осылай ең бірінші біріктіру арқылы, сонан кейін қолыңызбен қысып, осындай жұмсақ песочный қамыр жасайтын боламыз. Ыдысымыздағы қамырлардың барлығын алып, осылай қолыңызбен иін қандырамыз. Қолыңызды басқан кезде саусағыңыздың ізі қалатындай болуы қажет. Қаншалықты иін қандырсаңыз, соншалықты сіздің қамырыңыз сондай жұмсақ, сондай нәзік болып шығады. Осымен біздің қамырымыз дайын. Осындай дөңгелек етіп аламыз да целлофанға салып, холодильникке 15-20 минутқа қалдырамыз. Одан қатты көп ұстамайсыздар, өйткені қамырыңыз қатты болып қалады. Мінекей, менде 20 минут уақыт өтті. Осы целлофаннан босатамыз. Қамырымыз одан әрі сондай жұмсақ болып шығады. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан жаюға келмейді. Сол үшін бізге ең бірінші осындай форма қажет болады. Менде арнайы пирог пісіретін форма. Осындай аста алынады. Өзіңізде қандай форма бар, сол формаға пісіре берсеңіз болады. Ең алдымен бұл формаға осындай пергамент қағазды 4 бүктеп осылай қиып аламыз да, дөңгелек етіп осылай қиып аламыз. Өзіңіздің формаңызға сәйкестендіріп қиып алсаңыздар да болады. Пергамент қағазды міндетті түрде покланды қолданыңыздар, өте сапалы, ешқандай да жабыспайды. Қамырыңызды кішкене ғана қолыңызбен дөңгелетіп алып, осы форманың ортасына салып, видеода көрсетілгендей саусағыңызбен жан-жағына жайып шығатын боламыз. Өте тез жайылады, өйткені қамырымыз сондай жұмсақ. Пирогыңыз біркелкі әдемі шығу үшін барынша өте тегіс қылып жаюға тырысыңыз. Мінекей осылай әп-әдемі қылып жайып шығатын боламыз. Жиектері сондай бір-бірімен сәйкес келуі қажет. Вилкамыздың көмегімен төменгі бөліктерін осылай тесіп шығатын боламыз. Төменгі бөліктерін тесеңіздер болғаны, жиегін тесудің қажеті жоқ. Енді бізге осындай өрік және мейіз және грек жаңғағы қажет болады. Грек жаңғағын қолыңызбен майдалап осылай үгітіп аламыз. Және де өрік пен мейізімізді жақсылап қайта-қайта жуып, құрғақ салфеткіде жақсылап құрғатып алатын боламыз. Ең бірінші өрігімізді жуып тазалап болған соң, осылай майда бөліктерге турап дайындап қоямыз. Ең астына осы өрікті салып, барлық жеріне толықтай жеткізіп салатын боламыз.
начингісін дәл осы қоспада жасау міндетті емес, бұл өте қарапайым классикалық түрі болып саналады. Екінші кезекте мейізімізді де осылай қолымызбен барлық жеріне әдемілеп салып шығамыз. Өзіңіз жақсы көретін өріктерден немесе жаңғақтардан жасасаңыздар да болады. Ең соңында бетіне осылай грек жаңғағын жақсылап салып шығатын боламыз барлық жеріне. Бұл пирог өте қарапайым түрі болса да өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығады. Барлығын салып болғаннан кейін ең соңында бетіне сгущенка құятын боламыз. Міндетті түрде сапалы сгущенка қолданыңыздар. Егер де сізде сапасыз болса, піскеннен кейін пирогыңызды 2-3 сағат холодильникте ұстауыңыз қажет болады. Сол кезде ортасы ақпай өте дәмді болып шығады. Осылай сгущенкамызды бетіне жақсылап барлық жеріне жеткізіп құйып шығатын боламыз. Мен барлық бір банка сгущенканы құйған жоқпын, өйткені менің формам шағын болғандықтан жарты банка сгущенка кетті. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз да 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз өте тез піседі. Мінеке біздің пирогымыз пісті, осылай қызарып, әдемі болып шығады. Шамамен 20 минут өткеннен кейін біз осылай формадан босататын боламыз. Ыстық күйінде бірден формадан босатпаңыздар. Пирог пісіретін формаға пісірсеңіз өте ыңғайлы. Осылай астынан көтеріп және жиегіне осылай ысырып ыдысыңызға қойып алыңыз. Пирогымыз толық суығаннан кейін осылай пышақпен кесуіңізге болады. Қазір сізге ортасын көрсетемін. Міндетті түрде піскеннен кейін бөлме температурасында 1 сағат суытып, сонан кейін холодильникке 1 сағат ұстауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлсая. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.